Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге атылмайтын әрі қытырлақ болып шығатын тұздалған қиярдың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін қиярымызды ең алдымен тазалап, жуып, екі басын кесіп тастаймыз дағыны. Мұздай суға міндетті түрде 5-8 сағат аралығында қалдырамыз. Содан соң осындай тәтті бұрыштарымызды тазалап, бөліктерге бөліп аламыз. Сарымсақ, сонымен қатар бізге укроп керек болады. Зонтик укроп алсаңыздар да болады. Мен свежий укроп алдым. Сонымен қоса бізге 70% сірке қышқылы, бұршақ қара бұрышы, лавровый лист және де аспирин, сонымен қатар тұз бен шекер қажет болады. Олай болса дайындықты бастап, ең алдымен жуып тазаланған банкілерімізге 10 шақты дана сарымсақ саламыз. Сонымен қоса укроп және де тәтті бұрыштарымыздың 5-6 данасын салатын боламыз. Кезек лаваш жапырақтарын саламыз 3-4 дана. Сонымен қатар қара түйіршіктелген бұрыштан 20 шақты данасын салатын боламыз. Ал енді біздің банкілеріміз дайын. Міне барлық банкіні дайындап алдық. Енді кезекте біз қиярларымызды салатын боламыз. Олай болса біз қияр салуды бастадық. Қиярларымызды дана-даналап салып, неғұрлым нығыздап салуға тырысамыз. Сол кезде бізде банкіде бос орын қалмай, банкімізге көп қияр кететін болады. Міне банкілерді нығыздап салдық. Осылай барлық банкілерімізді салып дайындап аламыз. Видео ұнаса каналға жазылып, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Міне біз банкілерімізді салып болып қалдық. Барлығын тығыздап салдық. Барлығы дайын болды. Ендігі кезекте бізде қайнаған су, бұрқырап тұрған судан құятын боламыз. Осы суымызды банкілеріміздің барлығына құйып шығатын боламыз, толтырып. Содан соң 1 сағатқа қалдырамыз. Суымыз жылымшы күйге түскенше. Міне арада 1 сағаттан астам уақыт өтті, 1,5 сағаттай. Осы уақыттан соң біз суларын төге бастаймыз. Осындай арнайы крышка кигізіп, барлық банкінің суын төгіп шығамыз. Содан соң екінші қайтара су құюды бастаймыз. Суымыз міндетті түрде тарсылдап қайнап тұрған су болу керек. Барлық банкіге толтырып, құйып, бетін жауып, тағы да жарты сағатқа қалдырып, жарты сағаттан соң қайта суын төгіп, осы екінші қайтара құйған суымызды қайтадан қайнатуға қоямыз дағыны. Банкілеріміздің барлығына 2 қасық тұз, 1 қасық шекер, қасықтың ұшымен кішкентай ғана лимонный кислота, 1 чайный ложка уксус құйып, және де 1 штук аспирин салып, барлық банкілерімізді дайындап аламыз дағыны. 3-ші қайтара су құюды бастаймыз. Барлық банкіміз дайын болғаннан соң бұрауды бастап, барлығын бұрап, банкілеріміздің жауып, жақсылап, міндетті түрде араластыруды ұмытып кетпеңіздер. Құрамындағы тұзы, қанты барлығы еріп, араласу керек осылай жасап. Содан соң банкілеріміздің барлығын төңкеріп қоямыз. Міндетті түрде жылы жерде ұстау керек. Бетін көрпемен немесе көрпешемен жабуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.